Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аруна, және бүгінгі видеомызда біз сіздермен бірге мынадай дәмді талқан құрттарын әзірлейтін боламыз. Алдымен сары майымыздың үстіне талқанымызды қосып, содан соң оның үстіне сгущенка қосамыз. Әлі араластырмаймыз. Барлық ингредиенттерді қосып болған соң барлығын бірге жалпылама қолмен араластыратын боламыз. Дәл видеода осындай қоңыр қою болғанға шейін араластырасыздар да, қолмен мыжып-мыжып жақсылап тұрып араластырып, содан соң біз осылай құрттың формасын жасайтын боламыз. Қалағанша форма жасай бересіздер. Мысалға мен осындай қолмен мыжылған форма жасадым, құрттың тағы да бір сопақша түрін жасадым да. Ал сіздер дөңгелек қылып жасайсыздар ма, жүрекше қылып жасайсыздар ма, өз еркілеріңіз, бірақ міндетті түрде қатты қысыңыздар, себебі қатты қысылмаса анау тезірек алынып сынып кетуі мүмкін да, сол себептен қаттырақ қысып дайындау қажет. Осымен біздің құртымыз дайын, өте оңай дайындалады, прям 10 минутта дайындалады. Сол себептен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал олай болса сау болыңыздар.